сәлем көрермен, сізбен бірге мен Аруа Санхан. Менің арнама қош келдің. Бүгін бізде ескі киімдерді ауыстырып, өзгертіп, оған жаңа өмір сыйлау видеосы. Орысша айтқанда переделка одежды. Осындай видеолардан құр қалмау үшін әрине менің арнама тіркеліп кет. Себебі осы сияқты қызықты және пайдалы видеоларды сен еш жерден таппайсың. Сонымен тезірек бастайық. Бірінші кезекте менде осындай пиджак. Бұл пиджак өте ескі. Пішіні де, сәні де өтіп кеткен. Айта кеткенімдей, қазір бұндай пиджактар трендте емес. Қазір осындай оверсайз қара пиджактар модада. Сонымен осы пиджакты алып, мен қолдарын, жеңдерін қиып тастаймын. Яғни, осы пиджактарыңыздың жеңдерін алып тастасаңыздар, сіздерде керемет жакет шығады. Қазір көрсетемін. Сонымен менде осындай пиджак шықты. Негізінде бұны кең рубашкалармен кисеңіздер өте әдемі көрінеді. Рубашкама назар аудармаймыз. Мен мектеп школьница болмағаныма көп уақыт өтті, сондықтан рубашкаларды кимегеніне көп уақыт өтті. Сонымен негізінде осындай жакет шықты. Келесі переделкаға маған осындай кофта керек, қараңыздар. Бұл да уже сәннен шыққан. Сондықтан оны өзгерту қажет. Бұның кофта қызметін жалғастырмаймыз өкінішке орай. Жай ғана жеңіндегі матасын қолданамыз. Қазір көрсетемін. Яғни бұл кофтаның жеңі осындай әдемі матадан жасалған. Ал бұл мата мен үшін қолбақтармен ассоциация етіледі. Осылай істеп отырғанда, вау, не себепті қолбақ жасамасқа деген шешім қабылдадым. Қараңыздар, қандай әдемі қолбақтар қазір трендте. Әдеттегідей керек матаны сөгіп аламыз. Және қолыма киіп көріп, бұлай саусағым тұрған жеріне булавкамен белгі тастап, оны қиып барып тігесіздер. Ешқандай қиын нәрсесі жоқ. Жай ғана логично істей беріңіздер. Артық мата маған керек болған жоқ. Бәрі де өзінің ішіндегі матасымен тіктім. Так что өте оңай, бірақ өте әдемі шықты. Сонымен қатар, осындай матаның шеттері шығып тұрған әдемес болса, осындай отпен сіздер дұрыс халге келтіре аласыздар. Сонымен қараңыздар, менде қандай қолбақтар шықты, қазір киіп көрейік. Негізінде кофтадан қарағанда осындай қызметі маған қатты ұнап жатыр. Сонымен бұл нәрсеге де лайк. Негізінде переделка одежды деген видеоны мен сонау бір жыл алдын түсіргім келген еді. Бір жыл емес, 1,5 жыл карантин кезінде. Солай, сол жақта менде 2 киім шықты. Оны да қосқым келіп тұр. Себебі маған негізінде былай ұнады. Сонымен бірінші нәрсе ол кофта тоқыма. Ол маған сәні келген, ұнаған жоқ еді, себебі оны мен мектепте әрдайым киетін едім. Өзінің қызмет жасаған уақыты да жетеді. Сондықтан не себепті оны өзгертпеске дедім. Оның жеңдерін алып тастадым да, жеңін керісінше тіктім. Қысқасы, түсінбесеңіздер, осындай менің ақ свитерімнің жеңін алып тастадым. Негізінде жеңін алып тастау да өте керемет шешім. Қараңыздар, осындай безрукавка шығады. Сондықтан, егер сізде сондай свитер көнерген бар болса, жеңін алып тастап осындай безрукавка жасай аласыздар. Дәл пиджактағыдай шешім. Бірақ бұның екінші нұсқасы да бар. Мен оны прям безумно ойлап таптым. Қазір түсіндіремін. Бұл әдіске бізге жеңдері қажет, яғни жеңінсіз тастамайсыз. Қарап отырсаңыздар, мына иық жағы жеңіңіздің кең. Және осыны керісінше тігіп, оған сәл мата қоссаңыздар, өте жақсы шешім шығады.
Былайша көрсетсем, яғни сіздің жеңіңізге керек матаны тігіп, оның үстіне сіздің жеңіңізді керісінше тіксеңіздер, өте жақсы шығады. Білмеймін, мен оны интернеттен көрдім ба, немесе өзім соған миым жетті ма. Короче, егерде сіздерде сондай ескеріп қалған кофталарыңыз бар болса, керісінше тік қойсаңыздар, жақсы нұсқа шығады, көріңіздер. Мына жақта типа узор көрінеді. Былай тұрады. Мынау былай тұрады. Қайсысы жақсы? Сондықтан өте керемет идея. Қолдарын керісінше тік қойсаңыздар, жеңдері ұзын болып шығады. Оның үстіне қазір осындай стильде өте танымал. Сондықтан ойыңызға не келеді? Фантазияңызбен жұмыс жасап, қолдарыңызбен миыңдарыңызды біріктіріп жасай беріңіздер. Себебі ол уже ескі киімдер, аямайсыздар. Келесі нұсқа ол осындай кофта. Жай ғана кофта еді. Енді оған мен жеңдеріне тағы да, мен уже жеңдерін нешінші рет, вообще бәрінің жеңдерін қысқартып жатыр екенмін ғой. Ладно. Бұл ескі кофтаның жеңі қысқарып кеткен, ал оны ұзарту үшін маған белгілі бір мата қажет. Ал оны мен осындай ескі шалбарымның аяқ жағынан алдым. Солай менде осындай екі бөлік шықты, оны жеңдеріне қостым. Қараңыздар қандай. Маған ұнады негізінде. Сонымен қараңыздар, енді маған жеңі қысқа емес. Сіздер бұның орнына басқа да джинсыларды қолдана аласыздар. Жалпы керемет нұсқа. Сіздің болмай қалған кофтаңызды одан ары қарай ұзартып, келесі жылдарға да кие беруге. Жалпы лайк. Ал келесі ол осындай базовая водолазка. Скучно негізінде. Менде оның үстіне одан да әдемірек водолазка бар, және бұл уже ескі. Сонымен оны сәл өзгерту үшін мен осындай мойын жағын қиямын. Сосын сіздерге кеңес, өте көп қимаңыздар. Как можно аз қиюға тырысыңыздар. Солай келесі нәрсе ол резинка осындай. Оның орнына жуан резинкаларды қолдана аласыздар. Жалпы мен мындай более жіңішке резинкаға тоқталдым. Солай енді бар болғаны, оны сол мойын жағыңызға тігіп шығу. Киген кезде сол резинка ұстап тұрады, және керемет вырез шығады. Сонымен көрермен, менің арнамда бірінші рет болсаң, қош келдің. Видео ұнаса лайк бас. Жалпы не себепті тіркеліп кетпеске? Осындай видеолардан құр қалмас үшін әрине менің арнама тіркеліп кет. Оның үстіне мен Instagram желісінде де өте белсендімін. Суреттер саламын, видеолар түсіремін. Өте белсендімін. Сондықтан тезірек Instagram'ына да тіркеліп кет. Сіздермен болған мен Ару Асанхан. Сау болыңыздар.